Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз ең оңай тортты дайындайтын боламыз. Ең қарапайым рецептісі міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бізге керекті заттар: ұн, қаймақ, үккіш және де маргарин немесе майды алуға да болады. Қант қажет. Ендеше бастайық. Ең бірінші ыдысымызға ұнды саламыз. Оның үстіне пампушка, яғни маргаринін қолдандым. Осылай мен 2-3 бөлікке бөліп алдым да ұнға алынатып үккіштен өткіздім, және де қызып тұрған табада қуырып аламыз, осылай қоңырқай түске келгенше. Енді осылай дайындап аламыз, және де біздің кремімізге мен қаймақты кремді қолдандым. Қаймақтың үстіне қант салып жақсылап араластырамыз. Енді осы торттың үстіне біздің қаймағымызды жағамыз. Мінекей біздің торт дайын болды. Егер сіздер қаласаңыздар, басқаша жолмен де жасасаңыздар болады, бірақ та бұл ең керемет жолы. Және де мына жерде мен қалғаны қалды.